Шаланың екінші баласы Сатының ұрпағына келейік. Үш баласы болған Әмірғазы, Құрманғазы, Сіләм деген. Әмірғазы ең үлкендері 1895 жылы туып, 1918 жылы қайтыс болған. Бұл кісінің бәйбішесі Абсалям қызы Нұрсағат. Кәдімгі Абсалям Әнуарбек ағамыздың апайлары болып келеді бұл кісі, жеңгеміз. Одан кейінгі баласы Құрманғазы 1898 жылы туып, 1960 жылы қайтыс болған. Малғаждар қызы Нұржамал деген апамыз болды, бәйбішесі. Бұл кісі 1910 жылы туып, 1996 жылы қайтыс болды. Үшінші баласы Сіләм 1912 жылы туып, 1973 жылы қайтыс болды. Бәйбішесі Әнеш Адам қызы 1927 жылы туған, 2007 жылы қайтыс болды. Енді Әмірғазы атамыздан тек қана Зейнолла ағамыз 1916 жылы туған, 91 жылы қайтыс болды. Қанышай деген жеңгеміз бар, 32 жылы туған, қазір Ақсуатта тұрады, балалардың қолында. Құрманғазы ағамыздан Зейттен 28 жылғы, 99 жылы қайтыс болды. Майқан деген жеңгеміз бар, 39 жылғы Алматы қаласында балаларының қолында тұрады қазіргі уақытта. Бәтима деген апайымыз болды, 36 жылғы, 21 жылы қайтыс болды. Әсия деген апайымыз 42 жылғы, қазір Талдықорғанда балаларының қолында тұрады. Тілеухан деген ағамыз 46 жылғы Ақсуатта тұрады қазір. Ақаш кенжелері менімен жасты, Ахмет Кәрім Шынаты 53 жылғы қазір Ақсуатта тұрады. Бұл Құрманғазының балалары. Ал енді Сіләмнің балалары Мәрзия деген апайымыз 46 жылғы қазір Семейде тұрады. Хамза деген ағам 51 жылғы Ақсуатта тұрады. Хамзабай 58 жылғы Ақсуатта тұрады. Маржан деген қарындасым 63 жылғы қазіргі уақытта Алматыда тұрып жатыр. Енді осы әулет жөнінде фотоларды көрейік. Мына суретте Құрманғазы ағамыз бен Нұржамал тәтеміз фотолары. Бұл кісілердің тарихы 31 жылдары август айы шамасында біздің елде өте үлкен қиыншылық басталайын деп тұрған кезде осы ашаршылық. Жекеменшіктің малдарын бәрін тартып алып колхоз жасаймыз деп сөйтіп жатты ғой. Содан барып үлкен қырғын басталды 31 жылы. Сол ашаршылықтан бұрын бұл кісілер Қытайға кеткен. Бүкіл Сатының ұрпағы, онда ана Әмірғазы деген үлкен ағалары қайтыс болып кеткен. Сонда Құрманғазы отбасы, Сіләм жас жігіт әлі. Одан кейін Зейнолла ағамыз бір 15-16-та. Осылай бұл кісілер кетерде, бағана айтып кеттім, жездеміз болған Асқожа Қошықов деген сол кісі бір жақсы ат әкеп беріп большевик жақтан. Одан кейін өздері енді бидай, сол сияқтылар жинаған нәрселерін базарға апарып сатып, Ақсуатта орыстың червоны дейді, орыстың ақшасы, енді советтің ақшасы ғой. Соны алып кетіппіз дейді, ол Қытайға барғанда түкке жарамай қалды дейді. Алтын күміс алу керек еді. Содан бұл кісілер кетеді Қытайға. Үйлеріне шам жағып, қойып, түн ішінде жүріп кетеді, бәрі жиналып. Екі атқа Құрманғазы ағамыз бен Нұржамал тәте, кішкентай бала бар, отырып кетеді. Зейнолла аға мен Сіләм ағаларым жаяу жүріп кетеді. Кеткенде бұл кісілер Қарасу деген жерден кетеді. Қазіргі Тана Мырза ауылынан 3 шақырымдай жерде біздің ата қонысымыз такси деп аталды. Сол жерден кетеді. Сол бір түнде олар Шымқалағанға барады да, сол жерде қонып, күнде жүруге болмайды ғой. Ертеңінде ары қарай түн ішінде жүріп кетіп, сол таудың ішінде сол застава анадайда көрініп тұрды дейді, бір шам жанып, мынау погран деп айтты дейді. Сол жақта бір жерге таудың ішінде қонады, сол жерде қарлы боран болып, түн ішінде сол түнді өткізіп, сол жақта бір шекарадан өткізетін жігіттер бар екен, солар бір ақысын алып, бұл кісілерден сендер Чәуешекке жеткізіп тастаймыз деп. Сөйтсе ар жағында бір-екі тауды асқаннан кейін Чәуешек алдарында тұр екен. Содан барады,
О жақта үлкен қиыншылықтар көреді. Енді сол Нұржамал тәтенің айтуына қарағанда, енді ешкім оларды күтіп тұрған жоқ қой жақта. Ана жылдары кореецтер бізге келіп, соғыс кезінде айдап алып келіп, содан кейін жерді қазып, жерден үй салып сөйтеді ғой. Соған ұқсас бұл кісілер де сондай жерді қазып, енді білмеймін, жарық тұрған жерді қазды ма? Қазақ негізі ондай үйді қопын үй дейді. Ондай үйді мен бала кезімде көргем, мына Комсомолдың Жырғалы деген жерінде Дегирменге барғанбыз, таудың ішінде, сонда таудың ең етегінде жерді қазып, ана өзеннің жағасында үңгір сияқты қазып үй жасаған. Сондай үйде тұрады екен, және ішінде сол тамақ іштік, отырды, жатып кеттік қой деймін сол үйге. Енді ол кезде мен бір 3-4 жастағы балам, бірақ еміс-еміс есімде әлгі үйлер. Сондай қопын үйде тұрыпты басында. Айту аман есен, сол жерде балалары ер жетіп, Тілем аға өзі жеке семья болып кетті. Одан кейін Зейтен аға үйленіпті. Енді сол жерде 55 жылы Совет үкіметінің консулы ақырындап бізден барған қазақтарға паспорт таратады да, Совет елінің граждандары деп, бұлар ешқандай бөгеліссіз барлығы қайтадан өтіп кетеді. Сонда 55 жылы бері қарай өтеді, бірақ мына Сіләм ағамыздың отбасы қалып қалады да, олар 62 жылы майда өтеді бері қарай. Міне мына фотода Нұржамал тәтеміз 55 жылдар шамасында, міне өйткені Ақаш алдында отыр, 2 жаста ғой енді мөлшері. Әсия апайымыз тұр, мына пионер галстугын тағып. Мына жақта Тілеухан ағам тұр. Сол шәуішекте түскен фото. Мына фотода Зейтен ағамның отбасы 70 жылдар мекен. Сол кезде бұл кісілер Зейтен ағам, Майқан тәтем, балалар Мұқанай тұр, Сәния, Мәрия. Бұл кісілерде көп бала болды. Енді Зейтен аға қайтыс болып кетті де, Майқан тәтеміз 80-нен асты, қазір Алматы қаласында осы балаларының арасында тұрады. Мұнда Құрманғазы ағаның екінші баласы Бәтима апай, біздің Жездем Қайранбаев Сейтшапар деген кісі. Сейтшапар Жездем дәрігер болып жұмыс істеді. Бұл кісі Қытайда фельдшерский оқу бітіріп келген негізі. Содан кейін фельдшер болып жұмыс істеп жүреді. Келгеннен кейін мединститутқа түсіп, ол кезде уже семьясы бар, балалары бар. Соған қарамастан мединститутқа түсіп, оқып шығады. Енді ол өте үлкен жігер керек қой өстіп оқу үшін. Өйткені бір ауыз орысша білмеген кезінде, сол ол кезде сабақ орыс тілінде жүреді. Солардың бәріне шыдап үйреніп, осы мединститутты бітіріп, жақсы дәрігер болып жұмыс істеді. Кейін Аягөзде тубдиспансердің бас дәрігері болып жұмыс істеді. Балалары бәрі аман есен осында тұрып жатыр, Қайранбаевтар. Одан кейінгі апайым Әсия деген кісі, Марат деген жерде милицияда жұмыс істеді, Ақсуатта тұрды бұл кісілер. Соң кейіннен Марат Жездем қайтыс болды. Әсия апай өзінің балаларымен Талдықорған жақта тұрып жатыр. Мынау Тілеухан ағам. Тілеухан ағам мынау 60 жылдары әскерде жүрген кезіндегі түскен фото бізге жіберген. Мынау қазіргі уақытта Күлайса жеңгем мен мына немерелер алдында тұр. Бәрі жақсы. Балалар Алматыда. Мынау Ақаш Ахмет Кәрім 53 жылғы менің құрдасым Бекеш деген жеңгем болады. Бұлар Ақсуатта тұрады. Балалар, немере, шөбере бәрі бар, бәрі жақсы. Мына фотода Зейнолла ағамызды көріп тұрмыз, Әмірғазының жаңғыз баласы. Бұл кісі бағана айтып өттік, Қытайдан келгеннен кейін үйленді. Мына фотода Қаншай жеңгеміз, бұл кісі негізі 15 жас, 16 жастай кіші Зейнолла ағамыздан. Мынау кейінірек фотосы болу керек. Сол Қаншай жеңгеміз бар, Ақсуатта балаларының қолында тұрып жатыр. Бұл кісілер Загатскот деген жерде тұрды. Сол Загатскотта жұмыс істеді, Қаройда тұрды. Сонда жұмыс істеді Зейнолла ағамыз. Бала шағалары бар, бәрі жақсы. Ұлдары, қыздары. Мынау міне қыздарымен түскен фотосы Зейнолла ағаның. Кейін ауыр жүргенде түскен сияқтына жүдеп тұр екен. Мынау сол балаларының арасында келіні бар, ұлдары бар, қыздары бар. Солардың арасында түскен фото. Мынау Төки деген үлкен ұл, соның семьясы және сол бауыр қарындастары. Мына фотода Сіләм атаны көріп отырсыздар. Бұл кісі жаңағы Құрманғазы ағамен бірге Қытайға кеткенде 19 жастарда шамасында жігіт. Содан сол жақта үйленеді, сол жақта біраз саудамен айланысады. Қытайдан қайтқан кезде 55 жылы бұл кісілер қалып қалады да 62 жылы жалпылама адамдар кетті ғой бері қарай. 62 жылы апрель-май айларында. Сол кезде бұл кісілердің семьясы осы бері қарай өтеді. Бірақ соның өзінде де Мәрзия апай бұлардан бөлініп қалып қалды, бір басқа жерде оқыды ма білмеймін. Сол жерде Мәрзия апайымыз Құл деген тағы да бір туысқанымыз болған біз. Солардың отбасымен бірге өтіпті бері қарай.
Сол бері қарай келгеннен кейін Ақсуатқа келді. Осы жақта Қызыл Жұлдыз деген жерде тұрды. Содан Ақсуатта мынау Әнеш деген тәтеміз ол кісі әбден қартайған кезінде түскен фото екен. Енді басқа ешқандай фото болмағандықтан осыны қойып отыр. Мәрзия деген апайымыз, Сапар деген жездеміз. Сапар кешкі мектептің директоры болып жұмыс істеді Ақсуатта. Бұл кісілер Ақсуатта тұрды, балалы шағалы. Сапар жезде қайтыс болып кетті. Мәрзия апай қазір Семей қаласында қызының қолында тұрып жатыр. Енді мынау Хамза мен Фарида. Хамза типографиядан бастады жұмыс істеуді. Типографияда сол бала бастан. Одан кейін Казгудың журналистика факультетін бітірді. Өмір бойы сол Ақсуат газетінде, Семей облысы газетінде журналист болып жұмыс істеді. Мынау Фарида деген жеңгей, бұл кісі саудада жұмыс істеді. Екеуі Ақсуатта тұрды, балалары бәрі, бала шағасы, немересі түгелі бар. Қазіргі уақытта да бұлар Ақсуатта тұрып жатыр. Мұнда Маржан деген қарындасым, Нұржан күйеу бала. Бұл жас кезінде 82 жыл түскен фото, сондықтан қазіргі адамдарға біртүрлі көрінуі мүмкін. Сондықтан міне қазіргі уақытта Нұржан мен Маржан 12 жыл түскен фото екен ғой мынау. Нұржан осы КамАЗ айдады, водитель болды. Маржан саудада жұмыс істеді осы Семейде. Қазіргі уақытта бұлар Алматы қаласында тұрып жатыр. Балалары бар, немерелері бар, бақытты өмір сүріп жатыр. Мына жерде Мәрзия апайымыздың сол жылдардағы Қытайдағы өмірді еске алған әңгімесін айта кетуді жөн көріп тұрмыз. 60 жылдары басында, сол 61-60, Мәрзия апай Шәуешек қаласында интернетте тұрып оқиды мектепте. Әке-шешелері Әбдіра деген жерде ауылда жұмыс істейді. Жаз бойы егін егеді, соны жинайды, басқасы бар. Ауылда коммуна құрылыпты сол кезде. Коммуна дегеніміз әрбір үйде жеке өмір сүрмейді, барлығы бірігіп бір жерден тамақ ішеді коммунада. Содан кейін үй жақындарға сол жерден құйып береді дейді нормамен. Сондай өмір енді әрбір үйден түтін шықпайтындай жағдай болып қапты. Ол енді бір керемет ауыр өмір. Ал енді мына апайларымыз каникулға барғанда сол жаз бойы егін басында жұмыс істейміз дейді. Ана бидайдың арасында өсетін мияларды жыламыз дейді балалар. Өйткені мия бірге өсетін болса, бидайдың дәмі ашты болып кетеді екен. Одан кейін күз келген кезде қолымызға бір орақ береді. Орақпен әлгі бидайды орамыз дейді. Бума, соны өткізесің. Сонда енді рахмет деп айтады дейді. Кешке жақын сол түнде қопын үй деген болады, жерден қазған, төбесін жапқан, сол жерден шұңқыр сияқты қазған, соның ішінде ұйықтайды. Бірақ та бұл кісілерде түнде ай жарық болса, түнде де жұмыс істейміз дейді. Түнде айдың жарығымен жұмыс істейміз. Өйткені күндіз ыстық болады деп, күндіз біраз демалдырып, қатты ыстық уақытта түнде жұмыс істейміз дейді. Арамшөп жұлуда, егін оруда, бәрі басқа. Сол каникул біткенше сол осындай жұмыспен айланысып жүрдік дейді сол zaman. Жаңағы Абдыра деген жері әке-шешелер тұрған Шәуешектен бір 20-30 сондай шақырым жерде екен. 62 жылы сәуір айында жалпылама бәрі қазақтар бері қарай қашқан кезде Мәрзия апай жаңағы Шәуешекте оқып жүреді. Үйіне баруға да жағдайы болмайды. Сол туысқандарымен бірге бері қарай өтіп кетеді. Әке-шешесі басқа балалармен өздері өтеді. Кейін осы жақта бірін-бірі тауып алған. Сол егін өріп жүрген уақытымызда қарнымыз керемет ашып жүреді дейді. Содан ана бидайды біраз үгітіп, қалтамызға біраз салып қоямыз дейді. Содан кейін кешке или басқа бір жерде мосыға шайнек су қайнатып, судың ішіне бидайды салып жүреміз де, сол жібітіп барып соны жейміз дейді. Соның дәмі дегені керемет тәтті дейді жаңағы бидайдың. Енді қарындар ашып жүреді ғой. Балалар бұны істеп жүрген.